тәпсірден беретін ұстазымыз айтқан еді, егер де біздің жүрегіміз таза болғанда, біз Құран оқыған кезде құдды бір Құран қазір, дәл қазір маған, менің жүрегіме уахи болып түсіп жатқандай сезетін едік дейді өзімізді. Дәл қазір Алла тағала маған айтып жатыр деп. Субханалла, өте қатты әсерленіп қалдым бұл сөзден. Яғни шынымен ғой. Және де ұстаз айтады, егер біздің жүрегіміз таза болғанда, біз тіпті бір сүрені соңына дейін оқи алмайтын едік дейді. Неге? Өйткені сол сөздің мағынасының салмағынан біз ары қарай одан өте алмас едік. Әсіресе мына 30-шы параның соңғы параларда ақырет жайында айтылған аяттардан өту оңай емес. Оған дәлел алдыңғы, яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманына жақын өмір сүрген ғалымдар, оның ішінде Абу Ханифа бар, басқа ғалымдар бар. Олар бір аяттан ары қарай өте алмайтын болған. Бір аятты оқи береді, жылап тұрып оқи береді. Неге? Өйткені ол толықтай жүрегі таза болып тұр, және сол таза жүрекпен жаңағы аяттың мағынасын сезініп тұр. Алла тағала Құранда айтады: "Лау анзална хазал Qur'ана ала джабалин ларайтаху хаши'ан мутасадди'ан мин хашьятилlah." Егер де біз бұл Құранды тауға түсіргенімізде, таудың Алла тағаланың сөзіне, Алла тағалаға бойұсынғаннан қалай парша-парша болып, езіліп, жойылып кеткенін көрер едің дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл салмақты сөзді. Инна санулқи алейка қаулан сақила дейді Алла тағала Құранда. Біз саған расында салмақты сөз түсіреміз дейді. Салмақты сөз. Ал ең таза жүрек кімнің жүрегі? Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрегі. Сондықтан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғана бұл Құранды өзінің жүрегіне қабылдай алды, яғни уахи тікелей Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түсті. Басқа ешбір жүрек бұл Құрандың салмағын не істей алмас еді, көтере алмас еді дейді.